Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, бізге жазылыңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. 2 апта бұрын Еуразия арнасының айна бағдарламасынан жарқ ете қалған Бақыт Рашид қызының қуанышы көпке созылмады. Емші елордалық тұрғынның омыртқасындағы қынаратты жойып, 8 минутта аяғына тұрғызды деген ақпараттың жалған екенін науқас растады. Бұл туралы ол әлеуметтік желіде жариялады, деп хабарлайды Кинкізі ақпараттық агенттігі. Бір сеансының құны 400 мың теңгелік ем алған Бақыт ешқандай өзгеріс жоқ екенін мәлімдеді. Есесіне ауруы бұрынғыдан да күшейе түскен. Оның айтуы бойынша, түсірілім барысында аяққа тұрғанымен жүре алмаған. Сондағылар қинап жүргізген көрінеді. Бізді бақылауды жалғастырыңыз және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.